Сәлем, менің YouTube оқырмандарым. Сіздермен бірге бүгін біз жеңіл салатын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қажет бір дана орамжапырақ, бір дана қияр, укроп, петрушка қажет болады. Сонымен қатар бұрыш, өлшеміне қарай тұз, майонез қажет болады. Ал бастайық. Біз біріншіден орамжапырағымызды бөліп аламыз. Бөліп алып, жіңішке қылып турайтын боламыз. Осындай тәртіппен ұсақ қылдыртып, жіңішке қылдыртып, солай. Тураған орамжапырағымызды үлкен ыдысымызға саламыз. Және екіншіге бөліктерін сондай бір тәртіппен жіңішке қылдыртып тураймыз. Енді осы қатты бөлігін турамаймыз. Осылай салып алатын боламыз. Ендігі кезекте біз қиярымызды жіңішкелеп қиғашынан турап аламыз. Тураған қиярымыздың екі жақ бұрышын, керек емес жағын алып тастаймыз. Және осындай тәртіппен жіңішкелеп турайтын боламыз. Осындай жіңішкелеп тураған қиярымызды орамжапырағымыздың үстіне саламыз. Одан кейінгі кезекте петрушкамызды майдалап, шұқалап тураймыз. Бұл жасыл петрушка, укроп адам ағзасына өте пайдалы. Себебі гемоглобинді көтеретін, қан азықты жоятын қасиеті бар. Күнделікті тамақтарымызға қосып тұруға кеңес беремін. Және бұны да осы тураған қиярымыздың үстіне салатын боламыз. Және келесі кезекте укропымызды турайтын боламыз. Майдалап, шұқалап. Тураймыз. Және турамаған бөліктерін алып тастаймыз. Міне бұл тураған укропымызды да кезекпен саламыз. Және бұл салынған қоспаларымызға енді көз мөлшермен бұрыш және орта қасық тұз салатын боламыз. Тұзды қосып болған соң майонезімізді, заправкамызды осындай көлемде жылжытып, шеңбер тәріздес сығып қосатын боламыз. Барлық қосылған қоспаларымызды ендігі кезекте жақсылап біз араластырамыз. Ол араластырып, жақсылап тұрып араластырамыз. Барлық қосындыларымызды жақсылап тұрып, осындай шеңбер тәріздес қылып араластырамыз. Соңға міне біздің салатымыз осымен дайын. Мінекей осындай салатымызды екі тарелкаға салып, кешкі тамаққа стөл басына қойып
отбасыларыңызбен жесеңіздер қандай ғажап. Біздің жеңіл салатымыз осымен дайын. Осындай үйдегі бар затпен, қол жетімді заттармен дайындалатын салатымыз осымен тамам. Егер бұл салат сіздерге ұнап жатса, лайк, комментарий басып кетіңіздер.